Қызымның әкесі Дархан Жолшыбеков деген жезқазғандық ару қызының еміне көмек сұрайды. Жезқазғандық Айдана Тараз қаласындағы парк мол ойын-сауық орталығында даяшы болып жұмыс істеген. 2018 жылы Дарханмен таныстым. Біз 4 ай қол ұстасып қыз бен жігіт болып жүрдік. Ол кезде жасым 17-де болатын. Кейін ренжісіп араласпай кеттік. Сол кезде менің аяғым ауыр екенін білдім. Дархан да білді. Бірақ ешкімге айтпа білдіртпе деп қозғалғанымды қаламады. Маған үйленгісі де келмеді. Содан кейін мен ата-анамның қолына Жезқазғанға кетіп қалдым. 29 желтоқсан күні қызымды босандым. 18 жасымда ата-ана атандым. Кейін әкесімен мүлдем араласпады, дейді Айдана. Айтуынша Дарханның ата-анасының үйіне дейін іздеп барған. Жүкті екенімді білгеннен кейін ата-анам оның үйіне іздеп барды. Алдарынан өтті. Олар да баланы қабылдамайтынын айтты. Ағасы Ақтілекке де жаздық. Дарханның ата-анасы қыздарың басына түскен ауыртпалықты өзі көтерсін, бізді араластырмаңдар деді. Содан кейін ол жаққа қайтып аяқ баспадық. Қазір қызымды жалғыз өсіріп жатырмын. Отбасында 7 қыздың үлкені болсам, қызым үйдің 8-ші қызы болып жүр. Ештеңеге өкінбеймін, дейді жас ана. Бірақ баланың әкесі Дархан басында ДНК тапсыруға қарсы болғанымен кейін келісті. Сол кезде 99.9% сәйкес келді. Мен қызымды туғанда Дарханның тегін бергім келді. Әкем өте қатты қарсы болды. Біраз уақыттан кейін рұқсатын берді. Жолшыбек Айдана Дархан қызы деп туу туралы куәлігіне жаздырдық, деп қызының құжатын көрсетті. Айдананың айтуынша заңда әкесі екені расталғаннан кейін алимент төлеуден әлегі де аз болмаған. Мені көп адам сөгіп жатыр. Осыға дейін айтсаң қайда қалдым? Дархан байып кеткеннен кейін шығып тұрсын. Жабулы қазан жабулы күйінде қалмады ма? Саған керегі ақша деп көп адам ұрысты. ДНК қорытындысы сәйкес келіп тұрғаннан кейін ол баланың әкесі екені рас. Бірінші рет қызына көмектес, маған ештеңе керек емес деп жазды. Мүлдем жауап болмады. Жарияға жар салмадым. Шыдамымның шегі жеткесін адвокат жалдап, сот арқылы алимент төлеттіре бастадым. Жұрт Дарханды ақшасы көп, бай дейді. Бірақ өзінің атында ештеңе жоқ. Бүкіл байлығы мен бизнестерін әйелі мен бауырларының атына жазып тастаған. Сотта кездескенімізде тұрақты жұмысы жоқ, ең төменгі жалақы 65 мың, зейнетақы қорына аударылмайтынын, қолма-қол ақша алатын жерде жұмыс істейді деген бір жапырақ қағаз әкелді. Сот шешімі соған сәйкес болып 15 мың теңге алимент өндіріп берді. Қазір сол ақшамен күн көріп отырмыз, дейді Айдана. Бүгінде жас ана қыздың денсаулығына алаңдайды. Келесі оқу жылында мектеп табалдырығын аттайтын бүлдіршін сөйлемейді. Дарханды әлеуметтік желімен іздеуімнің себебі бар. Осындай қадамға шарасыздықтан барып отырмын. Қызым Айша келесі жылы мектепке барса да, әлі күнге дейін сөйлей алмайды. Логопед пен невропатологтың есігін тоздырып жүрміз. Сұраққа сұрақпен жауап береді. Сөйлем құрап қалауын айта алмайды. Мама мен папаны ғана анық айтады. Осы қызымды емдетуім керек. 2 ай бұрын Дарханға жаздым. Қызың сөйлемейді. Дәл қазір емін бастағым келеді. Көмектесші дедім. Одан жауап болмады. Кейін мені бүкіл жерден бұғаттап тастады. Мен де ашуланып, барлық желіде ашық айтып жатырмын. Істі аяғына дейін жеткіземін. Қазіргі әйелі Дариға да хабардар деп ойлаймын. Жақында 2-ші сәбилі болмақ. Олардың отбасын бұзу мақсатым емес, тек Дархан қызыма көмектесіп тұрса болды. Олардың отбасына мүлдем араласпаймын. Дарханның өзі хабарласуын күтемін. Егер хабарласпаса, әлеуметтік желі арқылы әшкерелеп бағдарламаға да шығамын. Қолма ДНК қорытындысы бар, деп ашуланады жас ана.